Ал енді үдеуге көшеміз. Үдеу дегеніміз не? Ол белгілі бір уақыт арасында бір жылдамдықтың артуы. Орысша айтқанда ускорение ғой. Мысалға, А нүктесінде бір зат тұр. Ол Б нүктесіне дейін қозғалады. А нүктесінде ода, мысалға, V1 10 метр секунд болды. Б нүктесіне келген кезде ол тұрақты бір үдеумен жылдамдығын арттырып отырды да. 20 метр секунд. Бұл V2. Яғни ол А нүктесіне Б нүктесіне келгенше ол жылдамдығын арттырып отырды. Және оның жылдамдығы осындай болды. Оның үдеуі неге тең болады? Дельта V бөлінген дельта T. Біз үдеуді А деп белгілейміз, ускорениені. Ол дегеніміз бізге жылдамдықтың ауысуы және уақыттың өзгеруіне қатынасын береді. Яғни жылдамдықтың ауысуы бізге неге тең? V2-ден аламыз V1-ді да. 20 метр секунд алынған 10 метр секунд бөлінген уақыт біз 1 секунд деп алайық. Мысалға, 1 секундтың ішінде жылдамдығы 10 метр секундқа ауысты дегенді білдіреді. Мысалы, қараңыздар, жоғарыда 10 метр секунд бөлінген 1 секундқа. Қараңыздар, бұл бізге мынаған бөлсек 10, ал мынау бізге метр секунд квадрат. Мынау бізде өлшем бірлігі метр секунд квадрат деп беріледі. Үдеудің өлшем бірлігі. Яғни, қараңыздар, бұл 1 секундта жылдамдығын 10 метр секундқа арттырады. Мысалы, қараңыздар, графикта көрсететін болсақ, уақыт, жаңа жылдамдық 10, 20, 30-ды секундпен берілген. 1, 2, 3. Ол 1 секундта жылдамдығын 10 метр секундқа шейін көбейтті. 2 секундқа келген кезде 20 метр секундқа дейін көбейтті. 3 секундқа келген кезде 30 метр секундқа дейін көбейтті. Яғни оның секунд сайын жылдамдығы қаншаға ауысады? 10 метр секундқа ауысады. Яғни оның үдеуі осыған тең. Үдеу не екенін түсінген боларсыздар. Енді осы үдеуге қатысты кез келген есепті шығаратын 3 формуланы көрсетейін сіздерге. Біріншісі міне осы 3 формуланы қолдану арқылы сіздер кез келген есепті шығара аласыздар деп ойлаймын. Мысалға, есептерде көбіне бір зат сұрайды. Мысалға, уақыт сұраса және сізге жылдамдықтар мен үдеу белгілі болса, осы формуланы қолдансаңыздар болады. Егер жүрген жолын сұраса, мысалы S-ті, және сіздерге жылдамдықтар берілген және үдеу берілген болса, сіздер осы формуланы қолдансаңыздар болады. Ал егер мысалға сіздерге бірақ жылдамдықты береді. Мысалы, бірақ жылдамдық дегеніміз не ол? Мынау соңғы жылдамдық. Ал V0 дегеніміз бұл алғашқы жылдамдық. Мысалы, сіздерге алғашқы жылдамдықты береді, соңғы жылдамдық жоқ, үдеу бар, және уақыт болса, мысалы,
жолды тапсын десе, сіздер осы формула қолданасыздар. Мынандай бір есеп шығарып көрейік. Бірінші мысалды. Мысалға бір кез келген спорткарды алсақ, ол белгілі бір дистанцияда белгілі бір тік трассада мысалға да бастапқы жылдамдығы 0 болады, соңғы жылдамдығы 100 км сағатына болады. Және бұл осы жылдамдықты 3 секундта алатын болса, спорткарлар болады ғой, 30 км сағатты 3 секундта алатын. Соның үдеуін тап десе бізге. Біз оны қалай табамыз? Мысалы, бағана айтылған бірінші формула. Дельта V бөлінген дельта T. Дельта V бізде неге тең? Бастапқы жылдамдық бізде 0, соңғы жылдамдық 100 км сағатына. Бұны біз 100 км сағат деп аламыз, бөлінген 3 секунд. 3 секунд. Яғни бұл 33,3 км сағат секундына. Бұның үдеуі 33,3 км сағат секундына. Яғни ол 1 секундта оның жылдамдығы 33,3 км сағатқа артады. Мысалы, бірінші секундта 33,3 болады, екіншісінде 66,6 болады, және соңғысында 100-ге таяу. Километр сағат. Енді қараңыздар. Бізде обычно сұраған кезде бұның барлығын бір өлшем бірлікке айналдыру керек. Мысалы, қараңыздар. 100 км сағат дедік. Біз оны белгілі бір метр секунд деген жылдамдыққа айналдыруымыз керек. Оны айналдыру үшін қалай істейміз? 100-ді 3,16-ға бөлеміз. Кез келген, мысалы, қараңыздар, 50 км сағатты метр секундқа айналдыру үшін біз не істейміз? 50-ді бөлеміз 3,16 метр секундқа. Бұны калькулятормен табуға болады, немесе сіздерге обычно оңайырақ сандар береді. Бөлуге, мысалға, 72 км сағат дегеніміз бізде 20 метр секундты береді. Мынау дегеніміз бізде, мысалға, ол 72 километрді 1 сағатты өтетін болса бір машина, яғни ол 20 метрді 1 секундта өтеді дегенді білдіреді. Енді қараңыздар. Бізге осы үдеуді метр секунд квадратпен табу керек. Біздің формула қандай? Дельта V бөлінген дельта T ғой. Дельта V бізде неге тең? 100 бөлінген 3,16. Енді мысалға 100 км сағатты 3,16-ға бөлсек, ол бізге 27,8 метр секундты береді. Соңғы жылдамдығымыз, яғни 27,8 метр секунд болады. Ол дегеніміз 27,8 алынған 0 бөлінген 3 секунд. 27,8-ді 3-ке бөлсек, ол дегеніміз бізде примерно 9,9 болатын шығар. Метр секунд квадратты береді.